Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз 1 августтен бастап ұялы байланыс операторларының ақшасы, тарифтер қымбаттаған білеміз. Сол туралы айтатын боламыз. Бүгін енді барынша сол біздегі бар операторлар, байланыс оператор 4-еу, Теле2, Алтел, сосын Актив және Билайн 4-тен салыстыратын боламыз. Оны айта өтетін болсақ, burada қазір Қазақстанның рыногы екіге бөлінген. Теле2, Алтел, сосын Актив, барлығы ол Қазақтелекомның құрамында қазір. Солардың акцияларын сатып алған. Екіншісі ол Билайн, 62% Қазақтелеком бізде Қазақстанда 62% басқарады екен, қалған 38% бізде ұялы байланыс оператор Билайнға тәуелді екен. Сондықтан 1 августтен бастап олар бағасын көтеріп жатыр. Кім қалай көтердік бақылап көрейік. Біріншісі біз Теле2-дан бастайық. Теле2-ға келетін болсақ, бұл жерде бұрын Теле2, Алтел бізге тиімді тұғын, қаланың ішінде әсіресе. Егер жан-жаққа шығатын болсақ, ол кезде тұрыстамайтын тұғын. Енді Теле2-ға келсек, 2790 теңгелік тариф бар екен. Бұда 7 гигабайт қана, 50 минут. Бір жақсы жері, бұда қарап отырсаңыз, мына гигабайт көтересіз, минутын азайтуға, или минут гигабайт керек емес, минутын көбейткіңіз десе өзіңіз білесіз. Осылай, және де 3590-ғы бар екен, 4590, ең қымбатын көрейік, 5590 теңгелік тариф бар екен, оны қазір көрейік. Оған 35 гигабайт береді екен, 310 минут береді екен, оны көбейтіп азайта бересіз. Қарап отырсаңыздар, мына 310 минут беріп тұр, 35 гигабайт берді. Бұның жаңа айтқандай көбейтіп азайта аласыз. Бірақ бұл жерде тегін социальный сет дейді ғой. Оларға тегіндік жоқ екен. Осындай мына. Бұл енді Теле2-ны көрдіңіздер. Ең қымбаты 5590 теңге болады екен. Екіншісі бұл бізде Алтел. Алтелді енді қарап отырсаңыздар, бұда бір тариф дейтіндей тариф жоқ, бірақ оны өзіңіз құрастырып алуға болады екен. Мысалға 10 гигабайт мысалға 2690 теңге тұрады. Осылар таңдай аламыз. Қайсысын аламыз? Мысалы 10 гигабайтты алуымызға болады. Болмаса 15 гигабайтты, мысалы 40 гигабайтты алдық. Егер 500 минут алатын болсақ, максимальный осыны алдық. Содан кейін жақта мына социальный сеттерді бір жамандау десек болады, қиындау жері бөліп тастаған екен да. Мысалы бұрындары Билайнда болса, социальный сеттің барлығын қосып қойса, сол 790 теңге болатын тұғын. Арада қараңыздар, именно Instagram, Facebook, VK-ны 800 теңгеге қосып қойған. Және арада көріңіздер, YouTube-ты бөлек әдейі. Сосын Netflix-ті 900 теңге қосатын болсаңыз керек болса, мынарда WhatsApp-ты қосып қойған, Telegram екен бөлек. Ана жақта наларды мен түсінбей, TikTok-тан түсініп отырмын. 690 теңге, еще Алтел TV дейді. Бұның ішінде 80 каналға жуық бар екен, 700 теңге. Соның барлығын егер біз максималкысын алатын болсақ, 9970 теңге болады екен. Бұл әр қазақстандық үшін өте қымбат деп ойлаймын. Енді әркім әртүрлі алады. Мысалға 100 минут жетпейді, мысалға басқа операторларға звондауға ше. Сол үшін 300 минутты да қойма, көрдіңіздер ме? 0 минут, 50, 100, 500 минутты қойыпты. Бұл өте тиімсіз бізге. Осы енді келесіне келетін болсақ, бізде сотовый связь активке келетін болсақ, бұл жерде шамалы арзандау. Қараңыздар, енді мына 2890 теңгеден басталады екен. Мына 7 гигабайт береді екен, 60 минут береді екен. Безлимитный звонки түсінікті ғой. Сосын ары қарай безлимитный казнет дейді. Казнетті енді білесіздер, фильмдер басқалар қарауға болады. Және де 25 теңге минутына Өзбекстанға хабарласуға. Одан кейін екінші тариф бар екен, 3690 теңге. Бұрынғыдан әжептәуір көріп отырсыздар. Әжептәуір болғанда 10 мен 30% арасында қымбаттаған тарифтің барлығында да 4 жаңа ұялы байланыс операторында. Мына М дегені бар екен, 12 гигабайт береді. Бірақ қарап отырсаңыздар, нарда көрінді безлимит тек казнетке байланысты. Ал енді бізге ең тиімді, әр қазақстандыққа тиімді бұл 4690 теңгелік тариф екен. 30 күн көрдіңіздер, 28 күн емес, 30 күн, 4 апта емес. 30 күнге қосуға болады екен. Burada 18 гигабайт береді екен, көрдіңіздер ме? 220 минут, 220 минуттың өзі біраз нәрсе сөйлесуге болады. Және де безлимит казнет, социальный сет, мессенджер, видео, музыка көрдіңіздер, бізге өте тиімді. Ең қымбаты burada 7990 теңге тұрады екен. Burada безлимит бар екен. Және де 320 минут және безлимит интернет дейді. Оған қай жаққа кіресіз, қақпайды, тегін болады. Қарап отырсаңыздар, ойған қонымды тек қана осы актив қана болып тұр әзірге. Ал енді 4-шісін көретін боламыз. 4-ші бізде Билайн. Билайндікі енді ең сорақысы
ең қымбаты бізде Билайн болып тұр. Орадағы ең бір минусы, олардың істеген минусы, бұрынғы социальный сеттерге, мессенджерлерге 790 теңге галочкамен қосуға болатын еді. Сондай қосымшасы бар еді, оны алып тастаған. Сондықтан бізге өте тиімсіз болып тұр. Арада қарап отырсаңыздар, ең арзан тарифі көріңіздер 4000 теңге, 3990 теңге. 4000 теңге burada 13 гигабайт қандай береді, 110 минут басқа операторларға актив кейсел соларға звондауға береді. Және де мысалы BTV дейді, Hitter, Simply дейді. Мысалы мен ешқайсысына кірмейді екенмін мынаңшы. Бұл бізге керек те жоқ, кіретіндер бар шығар. Қарап отырсаңыздар, қараңыздар. Енді екінші тарифі 5000 теңге тұрады, бақандай, бірақ 25 гигабайт береді. Тағы да мияқта безлимит ештеңе жоқ. Қарап отырсақ, міне ең қымбаты burada 6990 теңге. Ең қымбаты burada 44 гигабайт береді. Қарап отырсаң, шындап кірсең 44 гигабайт деген өте бізге болады бір адамға, бірақ енді үйде бала шағаңызға егерде анау-мынау қосып беретін болса, YouTube көретін болса, бұның өзін тез жеп қояды. Бір айға жетіп те қалуы мүмкін. Енді ішін ашып көрейік. Ең қымбат тарифында 7000 теңгелік тарифта Билайнда қандай бар екен. Бұл тарифтің планын көріңіздер. Билайн мына 410 минут береді екен. Дәне гиги дейді, гигабайт өзің жетпей жатқанда біреуге береді деп айта алмаймын. А мен минут гигабайтына минуттарды шама ауыстыруға болады екен, сол кезде сіз бір айға шығып қалатын шығарсыз. Бұрадағы енді қорытынды қарап отырсаңыз, жаңағы жау жағадан алған кезде бір етектен алады дейді. Қарап отырсаңыздар, Қазақстанда онсыз да бізде продуктымыз қымбат, азық-түлігіміз, және де басқаның бәрі, бензинімізді көтеріп барады, басқаның бәрі көтерілген кезде енді кеп бізде ұялы операторларда бағасын жай-жайлап емес, кәдімгідей 10% пен 30% арасында қосып жатыр. Оған олардың айтатын сылтаулары, біз жаңағы қазақстандықтар интернетке көп отырады дейді. Соған біз жаңадан мобильный точктер қосуымыз керек, соған энергия кетіп жатыр, анау-мынау сылтаулары көп, бірақ енді өте ол қайда мен біз үшін тиімсіз, өте халық үшін тиімсіз. Өйткені енді оларды ұмытпаған жөн ғой. Ұялы байланыс операторы халықтың арқасында өмір сүріп жатқан. Өйткені егер халық олардың қызметін пайдаланбайтын болса, оларға ақша түспейді ғой. Сол үшін шамалы түсірген дұрыс деп ойлаймын. Қайта бір Билайнды қарап отырсаңыздар, менен уже неше жылдан бері 2005-тен бастап Билайнды пайдаланып келемін. Мен үшін өте тиімсіз бұл. Енді мен активке көшетін шығармын. Ал сіздер де өз ойларыңызды комментария жаза кетіңіздер. Әділ Ұста каналына тіркеліңіздер. Қарсылықтарыңызды білдіріп комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.